Sancar. Sayın Rayyan. Sen kayda baracaksın? Ben depxanaga barajattım. Keşimin televizordan bu film koydum. İlkenin kesinde energa bulup payda oladığını bildim. Maşa, meni sutra bilgim keledi. Bunda jör, bizge balayık. Сәлеметсізбе? Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің зертханама қош келдіңдер. Кәнекей балалар, келе қойыңдар. Зертханада жұмыс жасамас бұрын бұл жерде қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауымыз керек. Кәнекей келіп, арнайы киімдерімізді киіп алайық. Келе қойыңдар. Ал балалар, қиялыңды оятқан нәрсені ғана зерттеу керек дегендей. Зерттеу ол ой әлемін ар жағынан бір, бер жағынан бір шығып, еркін шабыттауға мәжбүр етеді. Ғаламның таң ғажайып қызықтарын зерттеуге болады. Ал балалар, кез келген затты бір-біріне үйкесе, өріс пайда болады. Өрістен қуаттанады. Ол кез келген затты өзіне тарта алады, немесе кері қайтара алады. Мінекей балалар, қараңдаршы, өріспен қуатталған шарымызға жердегі шашақтарымызды тартып көрейік. Кәнекей. Мінекей ғажап балалар, міне көрдіңдер ме? Қандай ғажап. Тамаша. Қолымызды үйтейміз. Бір-біріне қолымызды үйтейміз. Кәнекей. Не ғажап балалар. Су тіршілік көзі екен, сусыз тіршілік жоқ екен. Сол себепті балалар, кәнекей біз суды зерттеп көрейік. Ал келесі тәжірибемізде балалар, суға мына жерде тас бар екен, тасты салып көрейік. Кәне байқап көрейік, не болар екен. Тас не болды балалар? Суға батты. Суға батып кетті, өйткені тас ауыр екен. Су жеңіл екен, тас ауыр болғандықтан тас батып кетті. Ал енді мен сендерге түтікше беріп көрейін. Суды түтікшемен үрлеп көрейікші. Астындағы ауа балалар көбікшелер арқылы жоғары қарай шығып кетті. Байқадыңдар ма? Демек, су ауыр, ауа жеңіл екен. Келесі тәжірибемізде біз суды зерттейтін боламыз. Судың бірінші дәмін көрейікші, кәнекей балалар. Санжар, сен де. Судың дәмі бар ма екен? Суда дәм жоқ екен. Ал енді бұған біз қант салып көрейікші балалар. Судың дәмі өзгере ме екен? Мінекей, енді ішіп көріңдерші, қант салса, судың дәмі қалай өзгерер екен? Судың дәмі өзгерді ме? Иә. Қандай болды судың дәмі? Дәмді. Дәмді болды. Түсі өзгерді ме? Жоқ, түсі өзгерген жоқ. Ал келесі біз суға тұз салып көрейік. Оны қалай өзгереді екен? Кәнекей, ішіп көріңдер. Өзгерді ме судың дәмі? Қандай болды судың дәмі? Қышқыл болды. Ал түсі ше, түсі өзгерді ме балалар? Түсі өзгерген жоқ. Түсі де өзгермепті. Ал бұған біз, балалар, кене сүт құйып көрейікші, судың түсі өзгере ме екен? Ал балалар, сүт құйған соң, суымызға сүтті құйған соң, судың түсі өзгерді ме? Не өзгеріс? Қандай өзгеріс байқадыңдар? Ақ түсі. Судың түсі ақ түске айналды, жарайсыңдар. Міне балалар, судың да сұрауы бар деген. Судың тіршілік көзі екенін тағы бір дәлелдедік. Менің зертханама жиі келіп, қонақ болып тұрыңдар. Тағы да көп нәрселерді зерттейтін боламыз. Ал сау болыңдар балалар.